Достар, бізде CryptoRank платформасы бұл обзорда. CryptoRank бізде өте криптовалюта нарығында көмекшіміз. Біздің өте жақсы. Маған лично өзіме CryptoRank арқылы в основном арбитраж жасауға жаңадан бастаған, нөлден бастаған, енді арбитражға қызығып, жалпы арбитраж деген не деп сұрайтын болсаңыздар, арзан алып қымбат сату разницасында ғой. Криптовалютаның разницасында бір жерден арзан алып, бір жерден қымбат сату, соны көрсетіп беретін платформа, сервис, көмекші деп айтсақ болады. Көрсетіп бергенде қалай, бұл бұрында мен 2-3 жыл бұрын, 3-4 жыл бұрын ба бұны қолданғанда негізі қатты мән бермейтін едік. Ол өзі тегін еді. Арбитраж жасау болмайды. Платформасын қолдану, арбитраж сервисін қолдану. Қай биржаларда қандай баға арзан болып тұр, қай биржадан монетаны қай алып сатуға болады, көрсетіп тұрады да примерно. Бұл арзан еді, тегін еді, то есть. Қазір енді 2025 жылы уже бұл платный қылып қойған. Бір айға $15, немесе бір жылға $720, ма қателеспесем сондай. Енді бұны мен қазір қолданам, жалпы. Бірақ керемет, енді бір 100% былай. Прям даже любой, даже бұл ғана емес, ол любой бот, любой платформа, даже идеальный платный деген боттың өзі, мен сіздерге айтайын, бәрі 100% идеальный көрсетпейді, бәрі мысалы көбісі сұрап жатады. Сигнал бар ма деген сияқты, именно связканы тауып беретін, жаңағы мына биржадан арзан алып, мына биржаға қымбат сату дегеннің бәрі 100% идеальный болмайды бәрібір. Ол техника, ол мүмкін емес. Қараңыз, өйткені не үшін мүмкін емес ол? Дүниежүзі бойынша міне қараңыз, 33.226 уже криптовалютаның түрі бар, ойлаңыз. Рыночный капитализация жалпы криптовалюта нарығында ақша қазір 3 триллионнан аса ақша кіріп қойған, айналып отқан, айналымда жүргенде. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, 700 аса ма қазір уже? 800 ба? 1000-нан аса уже криптовалюта биржа бар. Ойлаңыз, дүниежүзі бойынша. Енді соның барлығын ішінен ол 100% идеально көрсете алмайды бәрібір. Бәрібір бұл бірақ подсказка ретінде, көмек ретінде. Подсказка береді просто. Ол мысалы менде былай тұрады. CryptoRank деп кірдік, бас жағында да. Мен астына сілтеме қалдырып кетемін, сол сілтеме арқылы өтіп, жалпы просто тексеріп көремін, егер криптовалютадан уже хабарыңыз бар, айналсам, қосымша бір сервис іздеп жүрмін дейтін болсаңыз, просто айына бір тест жасап көріңіз, $15, енді қымбат емес. Ол нарықта қазір боттар қымбат тұрады негізінде. $700, $1000 деген сияқты, айына $250 деген сияқты. Лучше $15 алып, ай сайын бір қарайды. Ежемесячно $15 алып, қолданып көруге болады да. Немесе премиум бір жылға алып, $80 алып деген сияқты. Енді мен бұл қолданған жоқпын қазір пока. Себебі енді 100% көрсетпейді, себебі бұл. 100% көрсетпейді. Көрсетеді, бірақ көрсеткен күнде де мына биржадан алсаң, мына биржаға сатсаң, процент спред мынанша деп көрсетіп тұрады да. Бірақ по факту оны барып өзін тексеріп көру керек, ішінде қандай болып жатқан. Ввод бар ма екі биржада монетаға деген сияқты бәрін тексеріп, бұл ескермейді да, просто көрсете береді. Сол үшін айтып жатырмын. Бірақ новичоктарға, нөлден бастаған адамдарға негізінде таптырмайтын құрал негізінде көруге болады, жалпы. Істеп көруге болады. Бір рет $15 төлеп көруге болады. Астына сілтеме қалдырып кетемін. $15 емес, промокод, менің промокодым арқылы өтсеңіздер, $15-ға 10% скидка болады. Платформа сондай мүмкіндік береді. Болмаса, общий чат бар, сояқта сұрақ жауап көрсеңіздер болады. Негізі примерно осындай мүмкіндіктер береді, примерно. Бұл бізде CryptoRank платформасы бойынша. Бұл жерде топ 100 монеталары деп көрсетіп тұр. Одан кейін C категория деген бар, блокчейн деген бар да, бұл бір жақты. Блокчейн дегеніміз, қай криптовалютаны бір биржадан бір биржаға перевод аударым жасаған кезде таңдаймыз да, қай сет арқылы жібереміз, арзан сет, қымбат сет арқылы деген сияқты. Сол блокчейндер, блокчейн деп айтады соны. Блокчейндер мысалы басатын болсақ, сол қай блокчейндер категория көрсетеді. Ең арзан блокчейндерді қолдану деген сияқты сондай мүмкіндіктерін береді.
примерно. Енді бұны қараңыз. Көп отыра беруге болады, бірақ әркім өзің шұқылап, көріп, әр кнопканы басып, көріп түсінесің да. Шұқылап отырып. Так бүйтіп бәрі мен идеально түсіндірген күнде де бәрі идеально түсініп кетеді деген сөз емес. Блокчейндердің аттары эфириум бұл монетаның да аты, блокчейннің де аты да. То есть эфириум өзі монета, өзінің собственный блокчейні бар деген сияқты. BNB, например, тоже BNB деген монета, өзінің собственный BNB Smart Chain деген блокчейні бар да. Осы блокчейннің ішінде құрылған монеталардың, құрастырылған монеталардың бар. Осы BNB арқылы период жасалатын, блокчейн арқылы аударым жасалынатын монеталарды ғана көруге болады да. Мысалы, осы үстінен басатын болса. Осы BNB блокчейннің бізде қаланған монеталарды көруге болады тек қана. Бөліп тастағанда категорияларға. Сөйтіп көруге болады, например, да. Өзің таңдай бересің. Мына жақта фильтр дегенге басып, фильтр дегеннен осының ішінен таңдап аласың енді. Применить, мына жақта фильтрге өзің қоя бересің да. Қайда кетті? Абылай. Ошибка беріп жатыр. Вот обратная. Оборот қанша болу керек деген таңдайсың өзің. Мына жақта қанша болсын тоже. 100 миллион оборот бар. Монеталарды ғана көрем деген сияқты өзің таңдап, фильтр қойып, процент соотношениесін қоймай қойып, максимальное предложение в обращении. Жоқ, оны қоймай қойып. 24 сағаттың ішінде. 24 сағаттың ішінде қанша процент өзгеріп жатыр баға деген сияқтылар өзің таңдай берсең болады деген сияқты. Қай уақытта минимально өзгерді 30 күнінде осыны тұра берсін та фильтр. Қалған ішіне келсең тиіспей ақ қойып. Применить басайық. Біз фильтр қойдық. Сол біз фильтр қойған бойынша монеталар шықты да, мысалға бұл жерде бүйтуге болады. Любой бірін аласың, 22 миллион обороты бар 24 сағатта. Осылай. И мына жақта арбитраж. Ана монетаны таңдадық қой. Монетаны таңдағаннан кейін арбитражға басамыз енді. Арбитражға басқанда неде слабый болып тұр кішкене. Мына жақта примерно көрсетіп тұрады да. Осы монетаны, типа мынау осының бір тегін да, күнде де практика жасап, кішкене көруге да, бірақ 100% көрсет деп айтмаймын. Осы апгрейд басып барып, бөлім жасап істесеңіздер болады енді. Оның әркім жауапкершілік өз мойындарыңызда. Примерно көрсетіп тұрады. Мына биржаның мысалы HTX-тен деп тұр, примерно мен айтайын да. Мысал айтайын, чисто мысал. HTX деп тұр мұны. HTX крипто биржасынан мына монета, мына пара монета, PRP деген монета 0.311 деп тұр бағасы. 0.311 бағасы. 0.311. Түсініп тұрсыздар, 0.31 деп тұр бағасы. Кракенде көрсетіп тұр, жоқ, доллармен көрсетіп тұр, болмайды. Именно USDT-мен болу керек. Мына жақта 313 деп көрсетіп тұр деген сияқты ғой. Мысал ретінде көрсетіп, мына жақта 312 деп көрсетіп тұр. Мына биржа деген сияқты. Бұл акцент па деп просто әшейін туп ала салдым да негізінде. Оны өзіңіз фильтрін таңдап, көріп қарауға болады. Мысалы, мына биржаның екеуінің арасында, мына екеуінің арасында көрсете береді былай. CoinEx
крипто биржасының ішінде мына монета мынандай баға дейді да. Типа мына биржаның ішінде мына мысалы биндекстің ішінде 0.32 0.312 баға деп көрсетіп тұр примерно. Бірақ бұл совсем аз негізі. Бұл мына мына жаққа аударылып барам дегенше мына баға өзгеріп кетеді, скорее всего. Себебі екеуінің арасында блокчейнді биржаның ішіне по факту кіріп тексеріп көру керек. Осы сигналдарды тауып береді. Примерно осындай. Қосымша сұрақтар болса, астына чат қалдырамыз, саған кіріп сұрақ қойсаңыздар болады. Баршаларыңызға рахмет, сәттілік. Назар қойып тыңдағандарыңызға.